Сәлем достар, сіздермен бірге Ера кино арнасы. Мен бүгін сіздерге 2022 жылы шыққан ужас комедия жанрындағы Wednesday фильмінің қысқаша сюжетін баяндап беретін боламын. Сериалдың басты кейіпкері өзіндік ерекше күші бар Wednesday Addams деген қыз. Өзінің небәрі 13-те екеніне қарамастан ол өз эмоциясын ешкімге білдірмейді. Алғашқы сценада қыз мектепке өзінің әдеттегі эмоциясыз түрімен келеді. Шкафтың ішінен інісін тауып алады. Аксельдің аузына алма тығып байлап кеткен. Оны шығарып алғанда ол кенеттен қалай інісін мектеп бұзақылары қорлағанын көреді. Сөйтсе бұл ерекше қабілетке ие қыз екен. Егер ол адамдарға қолын тигізсе, оның өткен шағын және болашағын көреді. Інісін мектеп бұзақылары қорлағанын білген Wednesday қолына жыртқыш балық толы 2 пакет ұстаған қыз мектеп бассейніне қарай барады. Ондағы бұзақыларға қарап қолындағы жыртқыш балықты суға тастайды. Бұзақылар жыртқыш балықтан жан сауғалауға тырысып жатқанда қыз барлығына оның інісіне өзінен басқа ешкімге тиісудің құқығы жоқ екенін көрсетеді. Осыдан кейін біз қыздың ата-анасымен танысамыз. Матиша және де Гомес. Оларды қыздарының былықтары әбден шаршатып, қыздарын беделді академияны Неверморге бермек. Сөйтсе бұл академияның оқушыларының барлығы ерекше қабілетке ие екен. Академияның негізгі мақсаты оларға ерекше қабілеттерін басқаруды үйрету. Тіпті ата-анасының өзі осы академияның түлектері. Демек олар да ерекше қабілетке ие деген сөз. Осы уақытта бір турист Невермор академиясы маңындағы орманда өз саяхатын бастайды. Өкінішке орай оны бірнеше минуттан кейін белгісіз тіршілік иесі өлтіріп тастайды. Бұл орынға келген шериф қылмыс орындалған жерді қарауда. Шерифтің сөзінше бұндай өлімдер көбейіп кетіпті. Кейін Wednesday'ді мектепке алып келіп, оны директор Лариса Вуйсонмен таныстырады. Қызды бөлмесіне алып барады. Көршісі Энни тұратын. Энниттің мінезі Wednesday'ге мүлде қарама-қарсы. Ол үнемі көңілді болып, жарқын түстерді жақсы көрсе, ал Wednesday өз кезегінде готикалық мұңды стильді ұнатады. Бір-бірімен таныс болған соң Эннит қызға мектепке экскурсия жүргізеді. Мектепте негізгі 4 топ бар. Клекли, бұлар вампирлер, Меха, Абаронилер, Стоунери, олар бастарында жыландары бар коргандар, және Шишуке, бұлар сиреналар, адамдарды басқаруға қауқарлы қасиеттері бар. Ал ата-анасы кетіп бара жатып, шабылған қолды тастап кетеді, қыздарына қарап жүру үшін. Келесі күні Wednesday Техтобания сыныбына қосылып, ол жерде мектептегі ең танымал қыздардың бірі Бианкамен айқасады. Бірнеше шабуыл жасаған олар тең ұпай жинайды. Сондықтан да бетперделерін шешіп, екеуінің біреуі алғашқы қанды төккенше айқасайық деп шешеді. Осылай екеуінің арасында ауыр айқас басталып, екеуі де тең келе жатыр. Бірақ ақыр соңында Бианка ұрыста жеңімпаз болып шығады. Кейінірек жарасын емдеп сыртқа шыққан кезде оны құсты тас басып қала жаздады. Бірақ оны дел кезінде пайда болған Ксавер құтқарып қалды. Ажал суретшісі бөлмесіне оралғанда оны біреудің аңдып отырғанын байқайды. Бөлмесін тексеріп, әлгі қолды тауып алды. Бұл ата-анасының ісі екенін түсініп, қолға маған адал болатын бол, әйтпесе сені үстелдегі жәшікке қамап қоямын деп қорқытады. Қорқып кеткен қол адал болуға ант етеді. Мектептегі жыртқыш балықтарды бассейнге тастаған оқиғадан кейін Wednesday'ге терапия сеансынан өтуге мәжбүр. Сондықтан да директор оны Невермордың сыртындағы кішігірім қалашық Эриханға алып барады. Ол өз терапевтімен кездеседі, бірақ ештеңе айтпайды. Оның орнына қыздың басында басқа ой. Ол әжетханаға кетіп, терезе арқылы қашып кетпек. Ол кафеханаға қарай жол тартып, ол жерде шерифтің ұлы Тайлерді кездестіреді. Парижда болып жұмыс істейтін жігіттің кофе істейтін құралынан бір мәселе шығып тұрған секілді. Алайда ол итальян тілін білмегендіктен анықтаманы оқи алмай тұр. Қуанышқа орай Wednesday итальян тілін жақсы біледі. Ол еш қиындықсыз құралды жөндеп, оның орнына өзін автобус аялдамасына дейін апаруды өтінеді. Алайда ол жауап беремін дегенше ішке 3 дене киімдегі бұзық кіріп келіп, қыздың үстінен күлуде. Қыз оларға мән бермеуге тырысты, бірақ шыдамның да шегі бар. Ашуланған ол оларды бір сәтте төңкеріп тастайды. Бірнеше уақыттан кейін мұнда шериф пен Лариса келеді. Жол бойында директор істеген былықтығы үшін қызға ұрсуда. Ал әлгі қолды Тайлерге қалдырып кетіпті. Түнге таман Тайлердің бөлмесіне кіріп келген қол оған сәрсенбі күні қоңырау шалуын сұрайды. Жігіт қорқып тұрғанмен оған бойынсынып, екеуі бейнечатты бастайды. Wednesday сәрсенбі күні Тайлерге егін жәрмеңкесіне келуін сұрайды, қызық болады деп. Ал шындығында қыздың бар ойлағаны қашан академиядан қашып кетемін деген ой. Жәрмеңкеде біз директорды байқаймыз, бәр назарын Wednesday'ден алмай отырған. Алайда соған қарамастан Тайлерді тауып, бұл жерден қашып кетудің сәл-ақ алдында болады. Бірақ соңғы сәтте өзінің сыныптасына жолығып қалады. Ол да орманға қарай қашып бара жатыр екен. Қызығы қыз оның денесіне тиіп кеткенде ол Роуэннің болашағын көреді.
қалай жігіттің денесін біреулер қорлап тастаған, сондықтан да өз қашу жоспарын өзгертіп жігіттің артынан барады. Оған шындықты айту үшін, бірақ кенеттен Роуэн өзінің телекинезик қабілетін пайдалана отырып оны ағашқа жабыстырып қояды. Сөйтсе оның анасы осыдан 25 жыл бұрын Уэнсдейдің қалай Нойермер академиясын жойғанын көрген екен. Жігіт жаңа бір нәрсе орындалмай тұрып қызды өлтіріп тастамақ. Алайда кенеттен үлкен құбыжық секіріп жігіттің денесін бөліктерге бөліп тастайды. Көп өтпей полицейлер Роуэннің денесін іздеуге кіріседі, бірақ оны таба алар емес. Біз күткендегідей шериф Уэнсдейдің сөзіне сенбейді, оған бір құбыжық шабуылдады деген. Оның ойынша бұны академияның бір оқушысы істеген. Офицер олардың әңгімесін үзеді. Таңғаларлығы біз ештеңе болмаған Роуэнді көреміз. Кейінірек Уэнсдей мектеп директорымен сөйлесуге тырысуда, алайда Лариса Роуэнді айтылмаған себептермен академиядан шығарғанын хабарлайды. Осылай қыз бұл жоспарына көшіп, қолына Роуэннің артынан аңдуды бұйырады. Сена Роуэнге ауысады. Вокзалға келгенде айналасына бір көз салған ол құпиялы түрде әжетханаға кіріп өзінің кейпін шалға ауыстырады. Алайда қол оны көз алдында жоғалтып алып, оның қалай шалға өзгергенін көре алмайды. Кейінірек шал Ларисаның кейпіне ауысады. Бұл оның шындығында аборттан екенін, қандай да бір себептермен Роуэннің өлімін жасырып жатқанын көрсетеді. Басқа амал таппаған қыз орманға қарай аттанды. Роуэннің өлім айғақтарын табу үшін оның қасына Тайлер қосылады. Бірнеше уақыттан кейін ол Роуэннің көзілдірігін тауып алып, оны көтере бергенде өткен шақты көреді. Ол Роуэннің сурет алған күлгін кітапты көреді. Бұл туралы өзінің сынып жетекшісінен сұрайды. Ол өз кезегінде кітаптың Паслен деп аталатын бұрынғы студенттік қоғамға тиесілі болғанын ашады. Алайда ол қоғамдастықтың таралып кеткеніне біраз уақыт болған. Мектептен кейін қыз Роуэннің бөлмесіне кірді. Оның кітабын табу үшін оның жатын орнының астынан бетперде тауып алады. Алайда кетіп үлгерем дегенше Ксаве келіп қалады. Сөйтсе ол Роуэннің бөлмелес көршісі екен. Қыз дереу жатын орнының астына тығылып қалады. Сол сәтте Бьянка пайда болады. Өзінің бұрынғы жігітін көруге келген олардың әңгімесін тыңдаған ол Бьянканың алда келе жатқан қайық есу сайысында Энниттің тасталқанын шығару ойы бар екенін біледі. Солай өз бөлмесіне орала салып Эннитке көмектесейін деп шешеді. Олар Бьянканы жеңе алулары үшін. Келесі күні Эннит пен Уэнсдей сайысқа дайындала бастайды. Ойынның ережесі болмағандықтан Бьянка бұны өз мақсатына пайдаланбақ. 4 команда болады. Ойынның мақсаты олар қайықты белгіленген орынға апарып қайта оралу қажет. Жарыс басталған сәтте Бьянка басқалардың қайығын құлатып тастауға дайын тұрған бір құрбысына сигнал береді. Оның құрбысы су перісі екен. Ол өзенге сүңгіп қарсыластарының бірінші қайығын құлатады. Енді ол Уэнсдейдің қайығына қарай бағыт алып барады, бірақ ол алдын ала дайындалып қойған. Өзінің көмекші қолының арқасында су перісін торға түсірді. Алайда жарыс барысында қызға қайтадан көріпкелдіктер келді. Бұл жолы ол өзінің сары шашты нұсқасын көреді. Ол оған мен сенің басын қатып жүрген жұмбақтарыңның кілтімін дейді. Шындыққа оралған Уэнсдей Бьянканың қайығының алда келе жатқанын көрді. Жеңілгісі келмеген Уэнсдей арам ойнайын деп шешті. Осылай Бьянканың арам істерін өзіне қарсы қойып финишке алғаш болып келеді. Кейінірек жеңімпаз болған команданы директор марапаттап Эннитке полк кубогын табыстайды. Осылай соңғы 40 жылдықта құрметті жарыста сиренасыз команда жеңіп алды. Академияның бұрынғы түлегі Эдгард Алапоның мүсінінің астына барғанда ол жердегі тастың астынан символды көреді. Бұл дәл сол сурет. Роуэнді бөлшектерге бөліп тастамай тұрып қыздың қолына тапсырған. Уэнсдей кітаптағы жазылған жұмбақтарды тез арада шешіп құпиялы бөлмеге тап болады. Ал ол жерде Роуэннің кітабын сол суретті жыртып алған. Ол кітапта өз сөмкесіне салып ол жерден кетейін деп жатқанда белгісіз біреу пайда болып оның басына қап кигізіп, көп өтпей қап алынған кезде ол полицей клубының мүшесі болып табылатын Бьянка және де бірнеше студенттің ортасынан бір-ақ шығады. Сөйтсе бұл қоғамдастықта таралғанына қарамастан директор бұл топты құпиялы түрде қайта құрған екен. Ксавер оған біздің топқа қосыл деуде, алайда қыз ойланбастан бас тартып ол жерден кетіп қалады. Келесі сценада біз қалай директордың тәрбиелік іс-шара жариялағанын көреміз. Бұл күні академияда оқитындар қарапайым адамдармен сөйлесуі керек. Олар қалаға келген сәтте қыз Ксаверге сенің көршің өлген болуы мүмкін дейді. Бірақ жігіт оның сөзіне сеніп тұрған жоқ. Оны жай ғана академиядан шығарып жіберген деп. Соған қарамастан оған Уэнсдей Роуэннің анасы салған суретті көрсетеді. Суретке назарын салып қараған ол суреттегі шынындағы Эрихонның құрушысы Джозеф Грегсон екенін айтады.
Бірнеше уақыттан соң қыз пилигримдер әлемінің еріктісі болайын деп шешеді. Эрихван тарихы сақталған орынға кіруге мүмкіндік ала алу үшін. Ол жерде ол аралар клубында танысқан Юджиді кездестіреді. Олар бірден тіл табысып, айналаны қарауда. Көп өтпей оларға пилигрим әлемінің қараушысы Арен ханым келіп экскурсия жүргізе бастайды. Ол Джозефтің жақсы көретін артефактілері жайлы айтуда. Уэнсдей артефактілер жайында сұрап, олардың түпнұсқалары, ауыл шаруашылық құралдары, ыдыстары бар екенін біледі. Ол сонда жұмыс істегісі келген, алайда қазір ол жерде жөндеу жұмыстары жүріп жатыр екен. Көп өтпей қыз Юджидің көмегімен Джозефтің отбасылық палатасына енеді. Ол жерде оған елестеген қыздың суреті бейнеленген ескі дұға тілеу үйінің картинкасын байқайды. Көп өтпей сол қыздың қолында болған кітапты да көреді, бірақ кітаптың іші бос. Ары қарай басқа айғақтарды қарай бастағанда Арен ханым оларды ұстап алады. Уэнсдей одан кітап жайлы сұрауда, алайда Арен кітапты осыдан бір ай алдын ұрлап кеткенін айтады. Кейінірек ол Тайлермен кофеханада кездесті. Қыз одан Джозеф жайында білетінін сұрауда. Тайлер алғашқы дұға тілеу үйінен жалғыз қалған нәрсе орманда екенін айтады. Бірақ бұл орын әбден бұзылған, өйткені ол жерді наркомандар демалатын орын ретінде пайдаланады екен. Олар Джозефтің үйін іздеп орманға келеді. Осы жерде Уэнсдейге кенеттен көріпкелдігі оралады. Бұл жолы ол 400 жыл алдыңғы өткен шаққа оралады. Ол жолда сол сары шашты қызды көреді. Ауыл тұрғындары оны қоршап алып сайтанның пәлекеті деуде. Топтың арасынан Джозеф шығып, оны Гудди Адамс деп айтады. Ол оны жалмауыз деп атап, ішіне Гуддидің анасы бар, басқа да кінәлілер толы сарайға тастайды. Өз кезегінде Гудин оны олардың жерін ұрлап кеткеніне, кінәсіз адамдардың өліміне айыптауда. Ашуына мінген Джозеф оған бірнеше уақыт қарап тұрып, сарайды жағып жібереді. Гудин анасын құтқарып алуға тырысуда, бірақ барлық іс нәтижесіз. Ақыры шарасы қалмағанда ол жерді тастап шығады, ал Уэнсдей болса оның бәріне қарап тұр. Көп өтпей Гудди жүгіріп келіп, Джозеф олардың бәрін өлтірменше тоқтамайтынын айтады. Осындай шындықтың ашылуымен оянған Уэнсдей Роуэнді өлтіріп тастаған құбыжықты көреді. Жаңбыр астында оның артына түседі, алайда үлгермейді. Кенеттен құбыжық қалдырған іздер адамдыкіне ауыса бастады. Ол құбыжықтың шындығында адам екенін көрсетеді. Осы сәтте Ксаверді кездестіріп қалып, көрген бар шындығын айтып береді. Олар тағы да іздің артынан түскісі келген, алайда жауын ізді шайып кеткен. Келесі күні барлығы қала алаңына жиналады. Джозефтің құрметіне ашылған мүсіннің таныстырылуына. Қала әкімі мен Лариса мүсінді ашып жатқанда, Уэнсдей музыкалық аспапта ойнауда. Кенеттен катастрофа орын алады. Қол Уэнсдейдің айтуымен мүсінді жағып жібергенде, барлығы қорқыныштан қаша бастағанда, Уэнсдей музыкалық аспапты жылдам ойнап, көздері кекпен жарқылдауда. Кейінірек директор Уэнсдейдің бөлмесіне басып кіреді. Оны орын алған оқиғаға айыптап, алайда қыз шындықтан қашпай, қанды нәсілшілдік қырғын негізінде құрылған Эрихванның шындығын жасыруға тырысып жатқан Ларисонға қарсы тұрады. Сол түні үйсіз жүргендердің бәріне құбыжық шабуылдап, оның камерасы орын алған жағдайды суретке түсіре бастайды. Бірнеше уақыттан кейін ол орынға шериф келіп, үйсіз еркекті өлі күйінде тауып алады. Олар қылмыскердің тірі болуы мүмкін, оның камерасы түсірген кадрларды байқайды. Суреттерді қарағанда ол өлтірушінің түрін көреді. Егер осындай видеоларды жиі көргілеріңіз келсе, арнаға жазылып лайк басып қолдау білдіріп отырыңыздар. Сіздермен бірге болған Ера кино арнасы.